сәрсенбі 3 сентябрь күні қайтыс болған екен түнде. Халықтың қуанышына ортақтасып, асабалы қызметпен нәпақа тауып жүрген Алмас Садақбаев әкесін көгала қойдай сабап тастаған. Жұртты шошытқан бұл оқиға Түркістан облысы Шардара ауданы Қоссейіт ауылында болды. Әкім орынбасарының айтуынша Алмас аудандық мәдениет үйінде әдіскер болып жұмыс істеген. Әкесі Нұрған еркектің жасы 41-де, оның 2 баласы бар. Ол бұған дейін ауыл мешітінің жанындағы үйді паналаған. Осы мешітке келіп жәрдем сұраған болатын ол кісі. Мынау үйіміз бос тұрған болатын. Сол үйді естіп кепті біреулерден. Үйіңіз бос тұр екен ғой. Бізге үйде тұрсаңыз, сол жерде тұрсақ. Мен айттым, басқа үйлер жоқ па дегенім, ақшасы бар екен, ақшасын төлей алмаймыз деді. Кейін мешітке келгеннен кейін бос тұрған екен. Ауыл ақсақалармен ақылдасып, бопты, тұра берсін. Себетін, газын төлеп тұрса болды деп, бос тұрған болатын. Осы биыл көктемде ол кісі үй алды. Сөйтті де үй алып шығып кетті ғой. Желіде тараған видеоны кадр авторы жасырын түсірген, әрі әлеуметтік желіге кеш жариялаған. Алайда сол сәтте құзырлы органға хабар бермеген. Қария 3 қыркүйек күні дүние салған. Сәрсенбі 3 сентябрь күні қайтыс болған екен түнде. Сол 4-іне жаназа намазы оқылды ғой. 4-іне намазды шығарып салдық. Ал видеоны кейін біз кеше ғана естіп отырмыз, көріп отырмыз видеоны. Ондай видеоны. Біз алдын алғанда, біз алдын ала көргенде, ондайға жол бермеспек. Біз кейін байқап отырмыз ғой. Енді қатарда тұрды ғой, білмеймін қалай. Қайғырып тұрғанын. Зейнеткердің 3 ұлы 2 қызы бар. 2 ұлы Қоссейіт ауылының тұрғыны. Қайтыс болған қария қан қысымымен есепке алынған әрі грыжасы бар. Өздігінен жүріп тұра алмайды. Әкесін соққыға жыққан Алмас 3 ай бұрын үй алып, інісінің үйінде тұрып жатқан әкесін өз қолына алып кеткен. Негізі бұл ауылда туып өскен. Әке-шешесінің бәрі осы Айтеке би көшесінде тұрған ол кісілер. Сөйтіп осы 2 жыл бұрын ба ауылға келген ол кісі. Көршілерінің айтуынша бұл жерге отбасының көшіп келгеніне көп болмаған, бірақ бұлапыт сөзді, айғай-шуды жиі еститінін жеткізді. Дауыстар шығатын еді, күйеуінің боқтанған. Мен ойлайтындығым, өйткені забор бізде көрінбейді. Күйеуі мен әйелі ұрсат, жастар ғой жарасып кетеді деп ойлайтын да мен. Өйткені ол шалдың бұл үйде бар екен, жоқ екен білмеген. Өйткені ол шалдың дауыс шықпайды, сөйлемейтін болған ғой, по-моему ше. Сөйтіп ойлайтын. Кейін естідік, осы жақында естідік, осы шал қайтыс болардан алдын естідік шалды ұратынын. Сонымен бәріміз шулап бұны, бұл қандай заман деп. Видеоға түсіргенде әкімшілікке апарып тапсырған видеоны деп естіген мен. Әкімшілік келіп ескерту жасаған екен деп естідік та енді біз. Бопты әкімшілікке тапсырса, енді бір жаңағы шара қолданады ғой өз бұл балаға деп ойлаған тұғымыз. Көп ұзамай қайтыс болды ғой сол шал. Сол оның үстіне 2 ай болды ма, мен өзімнің қызым тұрмысқа шығып, тойдың қамымен ол жаққа, бұл жаққа базарлап жүрдік, босанып, сонымен көп мән бермедік. Өйткені бізде полный заборда көрінбейді, дауыс, бірақ боқтанған дауысы шығады, ол рас. Еркектің дауысы шығады да. Соған мен ойлаған, әйелін боқтайды деп ойлаптым мен. Оказывается, сөйтсек атаны боқтайды екен. Негізі екеуі де ұрсады, по-моему, әйелінде дауысы шыққан еді да. Баланың өзі одан ондай жаман ойламайсың ол жігіттің бүйтіп сыртынан қарасаң. Кәдімгі әп-әдемі киініп алған. Мешітте бағанағыдай мешітте шырақшы деп ойлайтын біз. Кейін мәдениет саласына кіріп, сол жерде дискотека құрып жүргенге тәуірлеу жігіт деп жүргенбіз. Кеше мына көршілер интернетке түсіріп алғаннан кейін білдік қой, адам баласы ішінде дейді. Әкімдік қызметкері әкесінің жаназасынан кейін ұлын полиция алып кеткенін, тергеу басталғанын, күдікті ұсталып қамауға алынғанын айтады. Құзырлы орган Алмастың әйелінде тергеуге шақырып, бірақ артынша босатып жіберген. Ал марқұм қарияның әйелі, күдіктінің анасы біраз жыл бұрын қайтыс болған. Оқиғаға қатысты Түркістан облыстық полиция департаменті қылмыстық іс қозғады. Тексерілген өзекті жаңалықтар ГАЗ 365 KZ порталында.